Сәлеметсіз, есімім Нұрсұлтанұлы Әли, Қазақстан тарихы, бірінші сірес. Бізге 12 мемлекет берілген, солар туралы ақпарат айта кететін боламын. Жалпы түркі кезеңі екіге бөлінеді: ерте және дамыған. Ерте түркі кезеңі 6 және 9 ғасырлар аралығын қамтыса, дамыған түркі кезеңі 9 және 13 ғасырлар аралығын қамтиды. Бұл кезеңдегі ең алғашқы мемлекет бұл түрік қағанаты. Ол 552 және 603 жылдар аралығында өмір сүрді. Ең басында олар жужандықтарға тәуелді болды. Олар туралы ең алғаш болып жазып кеткен бұл қытайлар 542 жылы. 552 жылы Бумын қаған Анағұйға, яғни жужандықтарға өз елшісін жібереді. Бұл елшіліктің мақсаты Анағұйдың қызын қалыңдық ретінде сұрау және сол арқылы соғыс бастауға бір ілік табу болатын. Сөйтіп Анағұй бұған ашуланып, екеуінің арасында соғыс басталады. Нәтижесінде Бумын қаған жеңіске жетеді. Осылай түрік қағанаты құрылады және осы істеген істері үшін Бумын қаған Елхан ұлы жабу атағына ие болады. Солай бір жыл өткен соң Бумын қаған дүниеден өтеді. Оның орнына інісі Мұқан қаған келеді. Ол 553 және 572 жылдар аралығында өмір сүрді, билік етті. Басында түркілердің территориясы Алтай мен жужандықтардың жерлері ғана болса, Бумын қаған кезінде ол Еділ мен Солтүстік Кавказға дейін жетті. Қазақстан, Орта Азия, Еділ және Солтүстік Кавказда қосып берген. Бұл Мұқан қағанның өзі емес, Бумынның інісі Ештемей болатын. Ештемейді византиялықтар Дизабол деп атайтын болған. 568 жылы түркілер өз елшісін Маньяқты Византияға жібереді және оған жауап ретінде Византияның сол кездегі императоры екінші Юстиниан өзінің елшісі Земархты түркілердің жеріне, яғни Ештемейға жібереді. 6 ғасырдың 70 жылдардағы түрк қағанатының территориясы солтүстігінде Сібір, оңтүстігінде Парсы, шығысында Манчжурия, батысында Босфор бұғазына дейін жетті. 6 ғасырдың 80 жылдары олар парсылармен бірігіп оңтүстігіндегі эвталиттерді басып алады. Сол кезде парсылар мен түркілер арасында жерге талас жүреді және сол кезде түркілер парсылардан әлдеқайда мықтырақ болатын және бүкіл басып алынған жерді өзіне қаратып алады, яғни парсыларға бөліп бермейді. Парсыларда олар егер сендер жерді бермесеңдер, біз сендердің де жерлерін тартып аламыз деп қорқытып қояды және сол арқылы парсылар жерді беріп және қосымша салық төлейтін болған. 603 жылы түрік қағанаты екіге бөлінеді, ол шығыс және батыс түрік қағанаты. Енді әкімшілік әлеуметтік құрылымына тоқталсақ, ең басында қаған тұрды. Ол мемлекет басшысы сот ісін басқарды, әскери қолбасшы және Ашина руынан шығу керек болатын. Ордасы Алтайда орналасты. Ябғу Шат бұл әскери және азаматтық билікті басқаратын адамдар және бектер, ақсүйектер билік тобы және бұтын бұл қарапайым халық. Екінші мемлекет бұл батыс түрік қағанаты. Батыс түрік қағанаты 603 және 704 жылдар аралығында өмір сүрген мемлекет. Оның негізін салушы Тардуш, бұл Ештемейдің ұрпағы. Ештемейді жалпы 10 тайпа қағаны деп атайды, себебі оның 100 мың әскері болды. Тардуштың екі ұлы бар, бұл Тон және Шегу. Осы екеуінің кезінде батыс түрік қағанаты өте мықты мемлекет болды. Жалпы Тон Ябғу кезінде Орта Азия елдеріне өкілдер, яғни тұтқындар жіберілді. Қысқа әрі басты ордасы Суяб болды және жазғы ордасы бұл Мыңбұлақ. Тон Ябғудан соң билікке Ишпар елтеріс келді. Бұл кезеңде батыс түрік қағанатының екі басты руы Дулу және Нушуби тайпаларының арасында қақтығыстар жүріп жатқан еді, яғни мемлекеттің жағдайы өте ауыр болды. Сөйтіп Ишпар елтеріс осылардың барлығын орталықтандыру үшін 10 тайпа 10 оқ бұтын ережесін енгізеді. Бұл өте сәтсіз болады және бұл сәтсіздікке ұшырағаннан кейін ол әр тайпаға өзінің туысын, яғни шатты жібереді. Бұл да сәтсіз болды. Кейін Ишпар елтеріс қайтыс болғаннан кейін одан кейінгі қағандар мемлекет билігін ұстап тұра алмайды және 704 жылы батыс түрік қағанаты төртке бөлініп кетеді. Бұл Қазар, Оғыз, Қимақ және Түргеш мемлекеттері. Келесі мемлекет бұл шығыс түрік қағанаты. Ол 682 және 744 жылдар аралығында өмір сүрген мемлекет. Шығыс түрік қағанатының құрылу жылдары батыс түрік қағанатынан ерекшеленеді, себебі түрік қағанаты екіге бөлінген кезінде шығыс түрік қағанатының
халқы Қытайдың астында қалып қояды. Батыс түрік қағанаты өзі бөлек мемлекет болып қалыптасып кеткен кезінде. Сөйтіп 682 жылы бұлар өз тәуелсіздігін алады. Негізін салушы Құтлық, Орта Азияны бағындырған Қапаған қаған дегеніміз Құтлықтың немере інісі. 716 жылы Білге қаған билікке келеді, оның кеңесшісі Күлтегін болады. 731 жылы көп ұзамай Күлтегін және Білге екеуі қайтыс болады. Осы екеуі қайтыс болғаннан кейін Шығыс түрік қағанатының жағдайы өте ауыр болады және көп ұзамай қарлықтар мен ұйғырлар бірігіп Шығыс түрік қағанатын құлатады және орнына ұйғыр қағанаты пайда болады. Түргеш қағанаты 704-756 жылдары өмір сүрген мемлекет. Оның негізін салушы Үшлік Түргеш қағанатын 20 әкімшілік аймаққа бөледі және 706 жылы арабтармен соғысып жатқан соқтылықтарға көмек береді. Ислам дінін тарату жолында келе жатқан Әбу Құтайба ибн Мүслім атты адам осы кезде Орта Азияны бағындырған еді. Келесі билеуші бұл Сұлу қаған, ол 715 және 738 жылдар аралығында билік етті. Үшлік қаған кезінде Астана Сояқ болатын болса, Сұлу қаған кезінде Астана Тараз қаласына ауысады. Сұлу қаған кезінде Түргеш қағанатының жағдайы өте қиын болды, себебі жан-жақтан жорықтар, көрші мемлекеттермен соғыстар көбейіп кетті. Оңтүстік-батыстан арабтармен, оңтүстік-шығыстан қытайлармен және Шығыс түрік қағанатымен соғысып жатты. Бұл кездегі Шығыс түрік қағанатының билеушісі Білге қаған болатын. Сұлу қаған қытайлармен және Шығыс түрік қағанатымен құда болып қауіпті сейілтеді және осы табандылықтары үшін оған арабтар Әбу Музахим Сүзеген деген атақ береді. Сұлу қаған өзінің қолбасшылары Бағатар ханның қолынан Навакент қаласында қаза табады. Сөйтіп Қытай осыны пайдаланып түргештерге шабуыл жасайды және түргештер осы кезде арабтардан көмек сұрайды. Сөйтіп 751 жылы атақты Атлық шайқасы пайда болады. Сөйтіп көп ұзамай барлық мемлекеттегідей түргештердің арасында да ішкі жанжалдар шығады. Олар сары және қара түргештер болып екіге бөлінеді. Сөйтіп бір-бірімен соғысып жүрген кезінде арасындағы Қарлұқ тайпасы билікті тартып алады. Сөйтіп 756 жылы Қарлұқ тайпасы пайда болды. Келесі мемлекет бұл Қарлұқ қағанаты. Ол 756 және 940 жылдар аралығында өмір сүрген мемлекет. Қарлұқ қағанатының жетекші тайпасы Бұлақ тайпасы болған. Олар туралы Ибн әл-Фақих Қарлұқтар көне түркілер деп айтып кеткен. Қарлұқтарда 25 қоныс пен қала болған. Бұл туралы Худуд әл-Алам еңбегінде жазылған. Қарлұқтардың жалпы территориясы батыстан шығысына дейін 30 күнді құраған. 840 жылы Енесей қырғыздармен қосылып ұйғыр қағанатын құлатады. Ұйғырлардан кейінгі олардың басты жауы саманилер болатын. 9 ғасырдың 20 жылдары осы саманилер орталық Азияда толық билік етеді. 840 жылы саманилер түркілерге қасиетті соғыс жариялап Испиджабта бас алады. Бұл қасиетті соғыстың басты мақсаты орталық Азияға және басқа да жерлерге ислам дінін одан әрі тарату болатын. Бірақ бұл жалған мақсат, себебі оның астарында саманилердің басты мақсаты қалаларды қиратып, адамдарды тонау және тағы басқа да кері әсерін тигізетін әрекеттер жасау болатын. 9 ғасырдың соңында Таразды басып алады. Сөйтіп Қарлұқтардың шығыстағы тайпасы Қашқар түркілері 940 жылы Баласағұнды басып алады. Сөйтіп 942 жылы Қарахан мемлекеті құрылады. Келесі мемлекет бұл Оғыз мемлекеті. Ол 9 және 11 ғасырдан ортасына дейін өмір сүрген мемлекет. Оғыздар туралы жалпы деректерді біз араб шығармаларынан ала аламыз. Мысалы Әл-Якуби мен Әл-Фақихтың шығармаларынан. Орыс жылнамаларында оғыздарды торықтар деп атаған. Махмұд Қашқари оғыздар 24 тайпаға бірігіп, Бозоқ және Үшоқ деп екіге бөлінген деп айтып кеткен. Ең басында оғыздар Жетісуда өмір сүрді. Кейін уақыт өте келе оларды Қарлұқтар ығыстырады. Сөйтіп Қарлұқтардан қашып, олар сыр бойына барады. Сол кезде сыр бойында печенектер өмір сүріп жатқан еді. Печенектерді ығыстырып, сол сырдың бойында қалады. Жетісудағы астанасы Ескі Грузия болса, сыр бойындағы астанасы Янги кент. Янги кент дегеннің мағынасы Янги жаңа кент қала.
Сөйтіп 9 ғасырдың соңында оғыздар бүкіл батыс Қазақстанды жаулап алады. Бұған тоймай Киев Русі Святославпен бірігіп 965 жылы Хазар қағанатын құлатады. Сөйтіп арада 20 жыл өткен соң Киев Русі Владимирмен бірігіп еділ бұлғарларын да бағындырады. Солтүстігі мен батысын толықтай жеңіп болғаннан кейін ол енді оңтүстігіне көшеді. Оның оңтүстігінде Хорезм орналасқан еді. Сөйтіп Хорезмді де басып алады. Осы кездегі ең мықты әрі ең соңғы билеушісі Шахмәлік болатын. Хорезмді басып алғаннан кейін сол Хорезмдегі салжұқтар Шахмәлікті өлтіреді. Әлсірегенін пайдаланып кейін уақыт өте келе қыпшақтар басып алады. Жалпы Оғыз мемлекетінің ең басында жабы отыратын ол басшы, мемлекет басшысы, одан кейін сю басшы және ең соңғы тағы бір лауазым бұл Атабек дегеніміз мұрагердің тәрбиелеушісі. Қимақ қағанаты 9 ғасырдың соңы мен 11 ғасырдың басында өмір сүрген мемлекет. Қимақтар көне түркі әліпбиін қолданды. Олардың ертістегі астанасы Имақия қаласы болатын. Қимақтардың 10 ғасырдың басында Қимақ қағанатында тыныштық орнағанының бірден бір себептері көптеген сауда орындары болып, Ұлы Жібек жолының тармақтары өтуі. Қимақ қағанатында жалпы 11 иелік болды және әр иеліктің өз басшылары болды. Яғни 11 иелік болса 11 басшы болатын. Бұл өзінің кері әсерін берді, яғни құлау себептерінің бірі деп атасақ болады. Әр иелік басшылары жеке дербес мемлекет құруға ұмтылды және одан бөлек, бұл басшылардан бөлек қыпшақ көсемдері дербес мемлекет құруға ұмтылды. Қимақ қағанатындағы ең үлкен тайпалардың бірі қыпшақтар болатын, яғни бұл мемлекеттің құлауына өте қатты әсер етті. Қимақтар тайпасының басшылары шат-түтік лауазымын иеленді. Енді 6 және 9 ғасырлардағы түркілердің шаруашылығын айтып кетсем, жалпы түркілер әлемдік сахнаға металл өндірумен шықты және бұл металл өндіру кәсібі оларға бірнеше пайдалар алып келді. Мысалы, жақсы қаруланған әскер құру, қолөнер мен сауданы дамытуға ықпал етті. Осыған дәлел ретінде археологтардың Алтайдан тапқан 6 және 9 ғасырларға тиесілі балқытылған металл қалдықтарын айта кетсем. Жалпы түркілердің негізгі кәсібі көшпелі және жартылай көшпелі мал шаруашылығы болды. Баспаналар киіз үй болды. Оған дәлел ретінде қағанның 900 адам сыятын киіз үйін айта кетсек болады. Бұл туралы Византияның елшісі Менандр осыған таңғалған. Мал отбасы жекеменшігі болды. Жайылым қоғамның тең құқықты барлық мүшелеріне тиесілі болды. Жалпы егіншілік шаруашылығы да мал шаруашылығымен қатар жүріп өтті. Мысалы, Шу мен Талас, Алатау өңірлерінде суармалы егіншілік дамыды. Іле өзенінен көне арықтар табылды. Қытай елшісінің қалаларда халықтың бір бөлігі жер өңдейді, ал екіншісі саудамен айналысады деген сөзі бар. Және көне түркілер, яғни қарлұқтар туралы Әл-Идрисидің айтып кеткен көшпелі адамдар, алайда олар жер өңдейді деп айтып кеткен. Бұл сөздерден біз түркілерде жалпы егіншілікте мал шаруашылығы сияқты қатар дамығанын көре аламыз. Қала мәдениеті және құрылысқа тоқтала кетсек, Сардоба және балбалдар деген екі нәрсе болды. Сардоба дегеніміз 6 және 9 ғасырлар аралығындағы керуен жолдарында болған құдықтардың үстіне құрылған ғимараттар, ал балбалдар дегеніміз бәріміз білетіндей адам бейнесі бар тас мүсіндер. Олардың биіктігі шамамен 3 метр болды және көбінесе ер адамдар бейнеленді. Бірақ ислам дінінің келуімен адамды бейнелеу әдісі жойылды. Соған қарамастан 12-13 ғасырларға дейін дешті Қыпшақта балбалдар орнатылып келді. Қала мәдениетінің қалыптасуы 6 және 9 ғасырлар аралығын қамтиды. Көбінесе Жетісу және оңтүстік Қазақстанда дамыды. Көне түркі руны ескерткіштерінде балық және барық деген екі сөз кездеседі. Бұлардың мағынасы қала және ғимарат деген мағынаны білдіреді. Оңтүстік Қазақстанда қала мәдениеті сонау қаңлылар дәуірінен бері дамып келеді. Тараз қаласын әйгілі түрік қаласы деп атап кеткен 6 және 9 ғасырлар аралығында түркі соғдылық кешен қалыптасты.
Жалпы қала үш бөліктен тұратын еді. Бұл цитадель, шахристан және рабат. Цитадель халықтың орталығы. Бұл жерде қала билеушісі орналасты және қуатты қорғаныс жүйесі болды. Салтанатты дәліздер, сақтау қоймалары болды. Шахристанда қала ақсүйектері өмір сүрді. Рабатта негізгі халық өмір сүрді. Қолөнер сауда орталығы болды. Шеберханалар, әртүрлі храмдар, мешіттер, кітапханалар, мекенжайлар болды. Қорғанмен қоршалған еді. Және археологтердің тапқан қалалары туралы айтып кетсек, мысалы Сояб пен Нава кенттен Будда храмдарының орны табылды. Жамбыл облысы Қарлық дәуірі сәулет өнерінің ескерткіші Ақыртас ғимараты. Баба ата жұртының орнынан археологтар 6-8 ғасырларға жататын құлпытастар тапты. Сауда түркілер кезегінде екіге бөлінді, айырбас және ақшалай болып. Айырбас саудаға Испеджаб, Отырар, Тараз жәрмеңкелері қолданылды, ал ақшалай саудаға Отырар, Сояб, Тараз теңгелері қолданылды. Сояб қаласында түргеш қағандарының теңгелері шығарылды. Шу алқабының ірі сауда орталығы болды. Сояб теңгесі 10 ғасырдың соңына дейін айналымда болған теңге. Дерек көздерде онда түрлі елдердің саудагерлері араласып тұрды, ал қала тұрғындарының жартысы көпестер делінген. Тараз қаласы, көпестер қаласы, әйгілі түркі қаласы, мұсылмандардың түркілермен сауда жасайтын орны деген атаумен тарихта қалған. Көне түркі дәуіріндегі жазуға көшетін болсақ, Архон Енисей немесе көне түркі руна жазуы болатын. Жазудың қажеттілігі әкімшілік дипломатиялық істер діни сарында қолданылды. Түркі қағандарының ерлігі жазылған бұғыты құлпытасы 582 жылы орнатылды. Византия сарайына түрік елшісі Маниах 568 жылы келді. Бірінші мыңжылдық ортасында көне түркі руналық әліпбиі пайда болды. Еуропалық ғалымдар бұны тек қана 18 ғасырда ғана зерттей бастады. Руна сөзі құпия деген мағынаны білдіреді. Енисейден 150-ден астам руна табылды. 1893 жылы Томсон тәңір сөзінің құпиясын ашты. Сол туралы еңбегі кілт ашылған Архон жазуы. Құлпытастың ең құндылары білге, күлтегін, тоны көк құлпытастары. 7 ғасырдың бас кезінен ағашқа оймыш әдісі қолданылып келген. Оны ғылымда ксилография деп атайды. Маловтың көне түркі жазуының ескерткіштері еңбегінде Шығыс Түркістанда қағаз өндіру Қытайдағыдай сол кезеңде басталған деп айтып кеткен пікірі кездеседі. Қағанын мәңгі тасқа сызып, жыры мен сөзінің авторы түркі тілдес әдебиеттер тарихында өз атымен алғаш рет тарихта қалған. Бұл иолық тегін. Түркілердің жалпы наным сенімдеріне келетін болсақ, түркілерде тәңіршілдік өте басым болды. Тәңір мәңгілік құдірет иесі, бүкіл жаратушысының иесі болып табылатын еді. Жан-Поль Рудың айтуы бойынша түркілердің арғы ата-бабалары көк тәңіріне табынды. Келесі мемлекет бұл Қарахан мемлекеті. Қарахан мемлекеті 942 және 1212 жылдар аралығында өмір сүрген мемлекет. Қарахан мемлекетінің негізін қалаушы бұл Сатық Бұғра. 999 жылы Сатық Бұғраның баласы Мұсаның кезінде олар саманилерді талқандайды. Жалпы территориясына келетін болсақ, солтүстігінде Қыпшақтар, ол кезде Қыпшақтар Балқаш және Алакөл маңын мекендеген еді. Оңтүстігінде Газнауилер Әмударияны мекендеді және батысында Мауреннахр, шығысында Қашқар және Жетісу болды. Олардың екі басы тайпасы болды. Бұлар Жігіл және Яғма. Шығыстағы астанасы Баласағұн болса, батыстағы астанасы Бұхара, кейін Самарқандқа ауысты. Жалпы Қарахан мемлекетінде жер үлестері болды. Бұлар иқта, вақыф және мүлік. Иқта дегеніміз билеушінің маңында жүретіндерге қызметтер үшін берілетін жер үлестері. Вақыф дегеніміз дін басыларына беретін жерлер және мүлік бұл жеке меншік жер. Иқтаны ұстаушылар иқтадар деп аталды. Олар салық салалды. Бартольдтың 10 ғасырдағы араб географтары түркі халықтарын исламға жат халық ретінде сипаттайды деп айтып кеткен пікірі бар. Және 10 ғасырдағы түбегейлі өзгерістерге Мұса ханның 960 жылдағы исламды мемлекеттік дін деп жариялауы, осы арқылы оның ислам дінінің көмегімен өз билігін нығайтуға ұмтылысы, мұсылман елдермен байланысты кеңейту және мұсылман елдерінің территориясын қосып алу сияқты мақсаттары болды.
Сөйтіп 1128 жылы қидандар шығыс Қараханды жаулап алады, сөйтіп Қарақытай мемлекеті құрылады. 1213 жылы наймандармен күресте шығыс Қарахан әулеті талқандалды. Кейін 2 жыл өте келе 1212 жылы Самарқанда Хорезм Шахы Мұхаммед батыс Қарахан әулетінің соңғы өкілін тағынан тайдырды. Қарақытай мемлекеті 1128 және 1212 жылдар аралығында өмір сүрген мемлекет. Негізін салушы Юлий Даши Ляо империясы құлағаннан соң құрамындағы ірі тайпаларының бірін жетісу жеріне бастап Юлий Даши келеді. Сөйтіп 1128 жылы Баласағұн мен жетісу жерлерін толық бағындырған соң Қарақытай мемлекетін құрады. 1141 жылы Қарахандар батыс Қараханға соғыс ашады. Баласағұн маңындағы астанасы Қызылорда болды. Сөйтіп батыс Қарахандар мен салжұқтар қосылып Қарақытайларға қарсы соғысады. Бұл соғыс Қатуан соғысы деп аталады. Жеңіске жеткен Қарақытайлар билеушісі Гурхан болды. Ол хандардан ханы деген мағынаны білдіреді. әр отбасыға 1 динардан салық болды. Қарахандықтарда вассал болды, яғни бұл дегеніміз аренда үшін ақша төлеу болатын. 1143 жылы Юлий Даши өмірден өтеді. 1208 жылы күшілік бастаған наймандар Қарақытайлықтардың жеріне келеді. Сөйтіп шығысындағы билікті наймандар алады, батысындағы билікті Хорезм Шахы Мұхаммед алады. Найман мемлекеті 1125 және 1211 жылдар аралығында өмір сүрген мемлекет. Найман мемлекеті жалпы Ляо империясы құлдырағаннан кейін, яғни Ляо империясы жойылғаннан кейін пайда болған мемлекет. Жалпы оның аумағы батыс Моңғолия және шығыс Қазақстан, Орхон және Ертіс өзендерінің арасы болатын. 11 ғасырдың басында Нестериан бағытындағы христиан дінін қабылдайды. Гүлденген кезеңі 12 ғасырдың екінші жартысы, яғни 1150-1200 жылдар аралығында. Астанасы Балықты қаласы болды. Ол Орхон өзенінің бойында орналасқан қала. 12 ғасырдың соңы мен 13 ғасырдың басында екіге бөлінеді. 1201 жылы Шыңғыс ханға, яғни Темучинге қарсы түркі тілдес тайпаларының құрылтайын өткізеді. 1204 жылы моңғолдар наймандарды толықтай бағындырады. Солтүстігінде Енисей қырғыздарымен, батысында қыпшақтармен, шығысында керейттермен көршілес болды. Наймандардың атақты билеушісі Күшлік 1204 және 1211 жылдар аралығында билік етті. Келесі мемлекет бұл Керейт мемлекеті. 9 және 12 ғасырларда Зафған, Тола, Селенгадан шығыс Моңғол құмына дейінгі сайын даланы алып жатқан мемлекет болды. Оның орталығы Битөбе. Олар солтүстігінде меркіттермен, оңтүстігінде татарлармен, шығысында Ся мемлекетімен іргелес жатты. Жалпы 11 және 12 ғасырлардағы керейттердің саны 200 мыңның шамасында болды. Бұл туралы Рашид әд-Диннің моңғол жазбаларының желісіне сүйене отырып дәлел келтіре аламыз. Керейттердің белгілі билеушісі бұл Тоғырыл. Тоғырыл 12 ғасырдың 80 жылдары, яғни 1180 жылдары Шыңғыс ханды қолдайды. Бірақ уақыт өте келе екеуінің арасында жанжалдар пайда болып, кейін 1203 жылы Темучин керейттерді толық басып алады. Тоғырыл Найман және Керейт одағының біраз уақыт бойы басшысы болды. Келесі мемлекет бұл Жалайырлар мемлекеті. Олар Орталық Азияда қалыптасқан көне түркі тайпаларының бірі. 6 және 8 ғасырларда түрік қағанатының құрамында болды. Жалайыр тайпасынан шыққан 3 маңызды тұлға бар. Бұлар Мұқылай, Жамұқа және Қадырғали Жалайыри. Мұқылай Жалайыр тайпасының өкілі және Шыңғыс ханның бас қолбасшыларының бірі. Жамұқа өзін қысқа мерзімге Гурхан жариялап, Жалайыр мемлекетінің құрған адам. Және Қадырғали Жалайыри бұл әйгілі тарихшы. 13 және 14 ғасырлар аралығында Қазақстан жеріне қоныс аударып, кейін қазақ халқының құрамына енген. Бәріміздің білуімізше қазіргі күнге дейін біздің мемлекетімізде Жалайыр деген ру бар. Рашид әд-Диннің шығармаларынан осындай бір сөзді естуге болады. Бұл тайпа ерте уақытта көп санды еді. Тіпті олардың әр бұтағының өз әмірі және өз билеушілері болған деп айтып кеткен. Қыпшақ хандығы 11 ғасыр мен 13 ғасырдың басына дейін өмір сүрген мемлекет. Шығыста қыпшақтар, Русьте полуэстер және Еуропада командар деп атады. Қыпшақтар туралы ең алғаш 8 ғасырдағы жазылған көне түркі руна ескерткіштерінен таба аламыз.
Қыпшақтардың өмірінің үш кезеңі болды. Батыс түрік қағанатының құрамындағы кезең 7-8 ғасырлар аралығы, Қимақ қағанатының құрамындағы кезең 8-11 ғасырлар аралығы және дербес Қыпшақ мемлекеті болып қалыптасуы 11 және 13 ғасырлар аралығы. Олар Дешті Қыпшақ аумағы жалпы Ертістен Дунайдан Алтайға дейін және Ертістен Қара теңізге дейінгі аумақты қамтыды. Батыс және шығыс болып бөлінді. Батыс Дешті Қыпшақ Дунайдан Еділге дейінгі аралықты қамтыды және оның астанасы Жайық өзенінің бойындағы Сарайшық қаласы болды. Шығыс Дешті Қыпшақтың аумағы Еділ мен Алтайдың арасы болды. Оның астанасы Сырдария өзенінің бойындағы Сығанақ қаласы болды. Сол қанат және оң қанат болып бөлінді. Сол қанат шығыс Дешті Қыпшақ негізгі тайпасы ел бөрілі болды. Оң қанат батыс Дешті Қыпшақ негізгі тайпасы Тоқсұба болды. Плано, Карпени, Пархоменко және Сүлейменовтердің бірнеше пікірлері бар. Мысалы, Плано, Карпени олар түйе, ірі қара, қой мен ешкі, жылқыға өте бай, оларды жүк таситын мал орасан көп. Біздің ойымызша бүкіл әлемде мұндай байлық ешкімде жоқ деп айтып кеткен. Яғни осы сөз арқылы Қыпшақтарда байлық жылқымен есептелген және олар малға өте бай болғанын біле аламыз. Және екіншісі Пархоменконың жылнамалардағы Қыпшақ эпосының іздері атты шығармасында біздің жылнамалар 12 ғасырдағы Русьтің Ақсүйек тобы мен Қыпшақтар арасындағы тығыз байланыстар болғандығына ешқандай күдік тудырмайды. Русьтің даламен үнемі дерлік жаугершілікте болғандығы ойдан шығарылған жалған тұжырым деп айтып кеткен. Және ең соңғысы Олжас Сүлейменов Азия шығармасында бейбітшілік пен достық кезінде ғана славян тіліне түркі сөздері ене алды деген пікір білдірген. Дешті Қыпшақтың өмір сүруін тоқтатқан моңғол шапқыншылығы, яғни Темучин уақыт өте келе 13 ғасырға қарай Қыпшақтарды басып алады. Бұл соғыс қалқа соғысы деп аталады. Қыпшақтар мен Киев Русі қосылып моңғолдарға қарсы соғысады. Хазар мемлекеті 7 ғасырдың ортасы мен 10 ғасырдың соңына дейін өмір сүрген мемлекет. Астанасы алғашында Баланжар қаласы болса, кейін Ател өзенінің бойындағы қалаға ауысады. Билігі қос билік болды. Қаған және бектер болды. Қаған жоғарғы билеуші және қасиетті тұлға болатын болса, бектер әскери және әкімшілік істерді басқарды. Орналасуына келетін болсақ, хазарлар солтүстік Кавказ, Еділ, Дон өзендерінің бойында және Каспий теңізінің солтүстігі мен Қара теңізінің шығысында орналасты. Саяси тарихына келетін болсақ, қалыптасуы түрік қағанаты құлағаннан кейін оның батыс бөлігінен өздері бөлек шығып, бөлек дербес мемлекетке айналады. Көршілері араб халифаты, Византия, бұлғарлар және Русь болды. 8 және 9 ғасырларда Хазар мемлекеті Еуразияда ең қуатты мемлекеттердің біріне айналды. Бірақ уақыт өте келе 10 ғасырда Қыпшақтар мен Русьтен қысым көргендіктен әлсіреп, ең соңында 965 жылы Святославтан, яғни Киев Русі тарапынан талқандалды. Келесі мемлекет ұйғыр мемлекеті. 744 және 840 жылдар аралығында өмір сүрген мемлекет. Астанасы Орду Балық қаласы болды. Ол Моңғолия аумағында орналасты және Архон өзенінің бойында орналасқан қала. Басқару жүйесі монархиялық болды. Билік басшысы Қаған болды. Мемлекеттің тілі мен мәдениеті түркі негізінде дамыды. Орналасуы Қазақстанның шығысы, Моңғолия, Қытайдың солтүстігінде орналасты. Саяси тарихына келетін болсақ, 744 жылы пайда болды. Батыс түрік және түргеш қағанаттарының территориясында пайда болды. Және кейін шығыс түрік қағанатын құлатты. Сол кезде бірге қаған күлтеген Тоныкөк дәуірінен кейін билік ұйғырлардың қолына өтті. Ең бірінші қағаны Баян Чор болды. Ол 744-747 жылдар аралығында өмір сүрді және билік етті. Ең қуатты кезеңіне келетін болсақ, сол Баян Чордың және Моян Чордың кезінде болды. Моян Чор 747-759 жылдары билік етті. Сол кезде мемлекет орталық Азиядағы ең қуатты мемлекетке айналды. Құлдырауына келетін болсақ, 9 ғасырдың ортасында ішкі қақтығыстар әсерінен және қырғыздардың жорықтарынан 840 жылы қағанат құлайды.